Түнде сен өзіңді толықтай жақсы сезініп ұйықтадың. Кеудең ауырмады, басың айналмады. Ешқандай белгі болған жоқ, бірақ сен ұйықтап жатқанда миың оттегі жетіспеушілігін сезінуі мүмкін еді. Бұл аурудан емес, бұл дәріден емес, бұл сенің ұйықтаған кездегі басыңның қатты орналасуына байланысты. Бұл ақпаратты мұқият тыңда. Мен қазір айтатын нәрсе диетаға да жаттығуда қатысы жоқ, және дәрігерлердің көбі бұл туралы айтпайды. Бұл ақпаратты дәрігерлер кеңесінен алдым. Көп жылдар бойы 60-тан асқан адамдардың жүрек пен ми денсаулығына қатысты зерттеулерді қарастырып оқыдым. Және бір маңызды нәрсені байқадым. Бұл туралы медицинада ашық айтпайды. Сенің қалай ұйықтайтының, мойныңның бұрышы, дененің бағыты, омыртқаның қалпы, осының бәрі миға қанның қалай жететініне тікелей әсер етеді. Міне ең маңыздысы, инсульт қаупі таңертең оянғаннан кейін күрт өзгереді. Әсіресе таңғы 6-дан түскі 12-ге дейін шамамен 49%-ға жоғары. Бұл кездейсоқ емес. Түнде не болғаны, қалай ұйықтағаны, дененің қалпы, осының бәрі сол таңғы сәтте қаншалықты қауіпте болғанын анықтайды. Сондықтан мен өмір бойы осылай ұйықтаймын деп ойламас бұрын соңына дейін тыңда. Бұл видеода мен саған ұйқы кезінде 6 қауіпті қателікті көрсетемін. Ең зиянсыз, ең қауіптісіне дейін бөлісемін. Ал соңында ми мен жүрекке ең пайдалы, ең дұрыс 2 ұйқы қаупін айтамын. Бастамас бұрын пікірге жаз, сен қалай ұйықтайсың? Арқамен бе, бүйірмен бе, әлде ішпен бе? Бірінші қателік, бассыз, жастықсыз тегіс ұйықтау. Көп адам бұл ең дұрыс деп ойлайды. Жастықсыз неме жұқа, жастықпен түзу жату. Бірақ 60 жастан кейін жағдай өзгереді. Қан тамырлар қатаяды, миға қысым сезімтал болады. Толық тегіс жатқанда мидағы қысым сәл көтеріледі. Бұл 7-8 сағат бойы жалғасады. Белгісі қандай? Түн ортасында бас ауыру, көздің артында қысым. Көп адам мұны жай шаршау деп ойлайды. Шын мәнінде бұл миға сигнал береді. Шешімі қарапайым. Басты 15%-ға көтеру. Екінші қателік, ішпен ұйықтау. Бұл ең қауіпті әдістердің бірі. Себебі сен басыңды бұруға мәжбүрсің, 90%-ға дейін бұрып жатасың. Бұл кезде мойындағы қан тамырлар қысылып қалады, миға баратын қан азаяды. Сонымен қатар өкпе толық ашылмайды, оттегі аз түседі. Жылдар бойы бұл үлкен проблемаға айналады. Үшінші қателік, көп жастық қолдану. 2, 3, 4 жастық қолдану үлкен қате. Мойын алға иіледі, қан айналым бұзылады. Миға қанның қайтуы қиындайды, белгілері таңертең тұмандану, көздің шаршау, бас ауруы. Шешімі бір ғана дұрыс жастық. Төртінші қателік, оң жақпен ұйықтау. Жүрек сол жақта орналасқан. Оң жақпен жатқанда үлкен тамырлар қысылып қалады, жүрекке қан қайту қиындайды. Нәтижесінде жүрекке жүктеме артады. Бесінші қателік, қатты бүгіліп ұйықтау. Эмбрион позасы. Бұл кезде өкпе қысылған, қан айналымы төмен, мойын бүгіліп тұр. Оттегі азаяды. Алтыншы қателік, кеш тамақтанып және алкоголь ішіп ұйықтау. Ұйықтар алдында тамақ жеу үлкен қате. Қан асқазанға кетеді, ми қаз барады. Ал алкоголь қысымды тұрақсыз етеді. Түнде қысым секіреді. Енді ең дұрыс 2 позицияны айтайын. Бірінші позиция, сол жақпен ұйықтау. Сол жақпен ұйықтау арқылы сен қан айналымды жақсартасың, жүрекке жеңіл жұмыс істеуіне көмектесесің, миыңды тазартасың. Ал екінші әдіс арқамен, бірақ басыңды көтеріп жастыққа жату. Бұл қысымды азайтады, тынысты жақсартады, қан айналымды арттырады. Қорытынды жасайық. Инсульт қаупі түнде жұмыс істейді, сенің ұйқыңды қалыпты болу үшін денсаулығыңа өте үлкен әсер етеді. Бүгіннен бастап бір ғана нәрсені өзгерт. Сол жақпен ұйықта, немесе басыңды көтеріп жастыққа жат. Бұл қарапайым, бірақ өте күшті өзгеріс. Енді пікірге жаза кет. Сен бүгіннен бастап мені өзгертесің. Және бұл видеоны жақын адамдарына жібер. Оларға да көмектесесің. Келесі видеода таңертең пайда болатын қандай қауіптер бар екенін туралы бөлісетін боламын. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпа. Келесі кездескенше сау бол.